Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен асқабақтың адам денсаулығына пайдасы жөнінде айтатын боламыз. Және де қандай жағдайда асқабақты пайдалануға болмайды, сол туралы да мәлімет беріп өтеміз. Көпшілігіміз күнделікті пайдаға асырып жүрген асқабақты ағзамызға тигізетін пайдасы жөнін біле бермейміз. Асқабақты склероз, диабет және өт қабынуына шалдыққан жандар көптеп пайдалану керек. Асқабақ артық салмақтан арылуға көмек береді. Асқабақты жүктілік кезеңінде де қолданған жөн. Әсіресе жас аналар асқабақпен қоректенсе, витаминдер қорын жияды, әрі сәбиге де пайдалы. Асқабақ шырынын қабылдау суық мезгілде пайдасын тигізеді. Тұмау мен өкпе ауруларынан зардап шексеңіз, асқабақ шырынын ішіңіз. Асқабақ дәнінің құрамында цинк пен белок жеткілікті. Сондықтан асқазан мен ішек және бауыр ауруларынан ауыратын адамдарға көбірек пайдаланған жақсы. Асқабақ тері түлеуін немесе тері ауруларына жиі тап болсаңыз, асқабақты қолданған абзал. Асқабақпен тез арықтауға болады. Асқабақта антиоксиданттар көп. Асқабақ жүрек қан тамыр жүйесін нығайтады. Көздің көруін қалыпты ұстайды. Теріні жақсартып, ерте қартаюдан сақтайды. Қандай адамдарға асқабақ жеуге болмайды? Егер сіз А дәруменін қабылдап жүрсеңіз, асқабақты жеуге асықпаңыз. Артық дәрумен бауырды бүлдіріп, бүйрекке зиянын тигізеді және остеопорозға алып келуі мүмкін. Егер сіз асқабақты жеген соң өзіңізді жайсыз сезінсеңіз, теріңізде қызыл дақтар пайда болса, қышынсаңыз, көкөністерге деген аллергияңыз болуы мүмкін. Құрамында литиясы бар дәрілерді ұзақ қабылдасаңыз, асқабақ жемегеніңіз абзал. Ол дәріні сіңуіне кедергі жасайды. Қан диабетімен ауырсаңыз, асқабақты азырақ пайдаланыңыз. Себебі ол қандағы қант мөлшерін көбейтіп жібереді. Достар, біздің каналымыз ұнаса каналға тіркеліп, каналға лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Біз сіздерге алдағы уақытта қызықты әрі пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз.